Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын кеңес еткен емделу түрін білеміз ба? Пайғамбар медицинасы дегеніміз аурулардың алдын алуға және емдеуге қатысты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сүннетімен жеткен емделу түрлері. Алла елшісінің сүннетінен өзін таза ұстау, тазалану, дәрі-дәрмек қолдану бойынша көптеген нұсқауларды табуға болады. Мұның бәрі пайғамбар медицинасы болып есептеледі. Дініміз адам баласына жан саулығымен қатар тән саулығына да мән беруге әрі ауырған жағдайда дертінің емін, шипасын іздеуге шақырады. Бір бәдәуи пайғамбарымыздан: «Уа Алланың елшісі, науқастансақ емделейік пе?» деп сұраған кезде ол: «Ауырсыңдар емделіңдер. Кәріліктен басқа барлық аурудың емі бар» деп емделу керектігін айтқан. Бұл хадис қандай ауру болсын, оның емі бар екеніне дәлел. Сол себепті мұсылман адам ауырып қалған жағдайда шипасын Алладан сұрап, оның себебін жасап емделуі тиіс. Ендеше тән саулығына байланысты пайғамбарымыз кеңес еткен кейбір емделу түрін біле жүрейік. Бірінші, қан алдыру немесе хижама. Хижама дегеніміз сору арқылы ағзада тұрып қалған қаннан құтылу тәсілі. Бұл әдіс ағзадағы дерттің жазылуына әсер етеді. Пайғамбарымыздың өзі де қан алдыру арқылы емделіп, мұны басқаларға да кеңес еткен. Хижамаға байланысты көп хадистер келген. Соның кейбіріне тоқталсақ, расында сендер қолданатын емнің ең абзалы қан алдыру деген. Тағы бір хадисте 3 нәрседе шипа бар: бал ішуде, хижама жасатуда және отпен күйдіруде. Алайда үмбетімді отпен күйдіруден тиямын деген. Хижама көптеген ауруға ем. Ол ағзадағы қан айналымын жақсартады. Жүрек қан тамырлары ауруларына, артрит, бас ауруы, қан қысымы жоғарылауы, буын аурулары, жүйке жүйесінің бұзылуы, остеохондроз, гинекологиялық аурулар секілді дерт түрлеріне хижаманың тигізер пайдасы көп. Екінші, бал пайдалану. Балда шипа бар екені қасиетті Құранда айтылған. Алла тағала Құранда аралардың ішінен алуан түрлі сусын бал шығады. Онда балда адамдар үшін шипа бар. Расында мұнда ойланған адамдар үшін бір белгі бар деген. Нахл сүресі 69 аят. Әбу Сағидтан Алла оған разы болсын жеткен хадисте бір кісі пайғамбарымызға келіп: «Менің ағамның іші ауырып жатыр» дейді. Алла елшісі: «Оған бал бер» дейді. Екінші рет келгенде пайғамбарымыз тағы да: «Оған бал бер» деп қайтарады. Әлгі кісі үшінші рет келгенде пайғамбарымыз: «Оған бал бер» деп тағы қайталайды. Әлгі адам Алла елшісіне тағы келіп: «Мен соны істедім» дейді. Сонда пайғамбарымыз: «Алла хақ сөзді айтқан, ал ағаның іші өтірік айтты, оған бал бер» дейді. Әлгі адам ағасына бал бергеннен кейін ол ауруынан құлан таза жазылады. Пайғамбарымыз да балды жегенді жақсы көрген. Бал көптеген ауруға ем. Соның ішінде асқазан ауруларына бал тез қорытылады әрі ас қорытуды жақсартады. Үшінші, сүрме көздің көруін жақсартады әрі кірпікті өсіреді. Абдулла ибн Аббастан оған Алла разы болсын жеткен хадисте сүрменің ең жақсысы исмид. Ол көздің көруін жақсартады әрі кірпікті өсіреді деген. Пайғамбарымыз егер көзіне сүрме жақса, оң көзінен бастап оған 3 мәрте, сол көзіне 2 мәрте сүрме жағатын. Сондай-ақ сүрме көздің қызаруын, қан тамырларын қалпына келтіреді әрі көзді тазартып емдейді. Төртінші, қара зере. Қара зеренің емдік қасиеті мол. Пайғамбарымыздың хадистерінде қара зере жайлы көп айтылған. Алла елшісі: «Қара зере өлімнен басқа дерттің бәріне шипа» деген. Хадисте айтылғандай, қара зере өлімнен басқа барлық ауруға ем болады. Мысалы, іштегі құрттарды жояды. Сонымен қатар қант диабеті, жөтел, қатерлі ісікке ем болады. Оны ағзаны улы заттардан тазартуға, иммунитетті күшейтуге де пайдаланады. Бесінші, қист әл-хинди. Пайғамбарымыздың хадистерінде айтылған емдік өсімдіктің бірі қист әл-хинди. Хадисте: «Үнді ағашын қист әл-хиндиді қолданыңдар. Онда 7 түрлі дертке шипа бар. Мұрынға тамызу арқылы тамақ ауруын, ауызға салу арқылы өкпе қабынуын емдеуге болады» делінген. Хадисте қист әл-хиндидің 7 түрлі дерттің емі айтылған. Тәжірибе барысында оның бірнеше ауруға дауа болатыны анықталған. Мысалы, несепті жүргізеді, шектегі құрттарды жояды. Сонымен қатар оны жөтелді басуға, иммунитетті көтеруге, денедегі дақтарды кетіруге пайдаланады. Асқазан және бауыр ауруларына да ем болады. Алтыншы, сарымсақ және пияз. Пайғамбарымыз Әлиге Алла оған разы болсын, Алла елшісінің сарымсақ жеуге қатысты көптеген кеңесі бар. Сарымсақ түрлі аурудың алдын алатынын айтқан болатын. Алайда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын мұсылмандарды мешітке барар алдында сарымсақ жеуден тыйған. Сарымсақ қанды тазалайтын, иммунитетті нығайтады, ағзадағы бактерияларды өлтіреді. Сондай-ақ қақырықты түсіреді, қан тамырларын қалыпқа келтіреді, терге шыққан жараларға да ем болады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өсиет еткен біздің денсаулыққа пайдасын тигізетін өсімдіктер мен жеміс түрлері өте көп.
Алла тағала денімізді сау етіп, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін білетін пенделер қатарынан еткей. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін осы каналға жазылыңыздар.